Сәлем достар, біз бүгін әрі оңай әрі тез дайындалатын тағам түрі думляма жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ет керек. Етті әбден қуырып алып, осылай үстіне дәу етіп туралған помидорды салатын боламыз. Пияз саламыз, домалақ туралынған сәбізді саламыз. Тұз, бұрыш дәміне қарай салатын боласыздар. Кейіннен қатты майдаламай, осылайынан тәтті бұрышты саласыздар. Картошканы да қатты майдаламаңыздар, орташа көлемде салатын боласыздар. Суды өз еріктеріңізге қарай құйыңыздар, өйткені помидор мен капустаны да су шығатын болады. Кейін осылайынан бетін капустамен жауып шығасыздар. Және бетін жауып өте баяу отта 1,5 сағаттай пісіретін боласыздар. Солайынан бізде думляма дайын болады. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.